Алдыңғы сабақта біз for loop'ты қолданып, YouTube application'дағы белгілі бір тізімдегі видеоларды бір-бірден қалай ойнататын кодты жазуды үйрендік. Біз оны бірнеше жол кодпен оп-оңай жүзеге асыруға болатынына көзіміз жетті. Бірақ сіздерде сұрақ туындаған шығар. Маған осы тізімдегі әрбір видеоны емес, сол бір видеоны мысалы 20 рет, 30 рет ойнату керек болса, оны қалай жүзеге асырамын деп. Ондай кезде сіздерге көмекке range келеді. Range дегеніміз кәдімгі Range Rover сияқты, көздеріңізге елестетіңіздер. Бірақ range'ден кейін жақшасы бар мәшинемен бір кісі келіп сізге бір видеоны қайта-қайта қосып беретін де елестетсеңіздер болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз range. Сіздермен бірге Chicago KZ каналы. Қош келдіңіздер. Ал енді сабағымызды бастайық. Ал енді біз сабағымызды әдеттегідей біздің онлайн жұмыс орнына барудан бастайық. Ол katakoda.com сілтемесі осы видеоның сипаттамасында болады. Яғни үлкейтейін. Алдыңғы сабақты пысықтап өту үшін. Мысалы, сізде видеолар деген тізім болса, оның ішінде әзірше бір объект қоя тұрайық. Видеолар, видео 01. Тізім деген, ол деген бос болуы мүмкін, ішінде ештеме жоқ, иә? Мысалы, класты бәрі орқаса, кластың тізімі қайда десе, бүгінгі сабаққа келген кластың тізімі дейсіз де, сіз ашасыз, бірақ қарасаңыз ешкім жоқ, ешкімді жазбайсыз. Яғни тізімде ол бос болуы мүмкін, немесе ішінде бір объект болуы мүмкін, немесе көп объектілер болуы мүмкін. Қазірше біз құр бірақтал ойлайық, біздің класста бірақтал адам деген сияқты. Бізде қазір біздің тізімде бірақтал видео бар. Енді осы видеоны 2 рет ойнату үшін біз қалай жазар едік? Алдыңғы әдісті қолданып. Біз for video in видеолар дейміз print видео ойна. Қазірше бір сөйлем жаза тұрайық. Видео ойна. Келешекте біз мұнда кәдімгі осы видеоны шын ойнататын күрделі функцияларды жаза жатармыз. Әзірше осыны мысалға алайық. Мен жаздық, ол 1 рет ойнатты. Осыны мысалы 2 рет ойнату үшін біз не істеуіміз керек? 2 рет жазуымыз керек. Ал мысалы 20 рет ойнату керек болса, мысалы әртүрлі біздің өмірде әртүрлі жағдайлар болады, әртүрлі аппликейшндар болады. Сол кезде бізге бір тізімдегі бір объектіге байланысты, мысалы көптеген іс-әрекеттер қолдану керек болса, бізге оны бәрін осылай 20 рет, 30 рет жазу керек емес. Алдыңғы сабақта айтқандай, біз деген қандай болуымыз керек? Біз деген жалқау болуымыз керек. Мысалы, былай жазып отырмай, мысалы 20 рет ойнататын код жаза аласың ба? Я жаза аламын дейсің, мына бәрін көшіріп отырғанша бізде көмекке range деген келеді. Мысалы, мен алып тастайын. Range'ді тіпті осындай ешқандай тізімсіз-ақ циклды айландыра берсе болады. Ол қалай жазылады? Міне сіздерге range, ең бірінші range'дің синтаксын көрсетейін. Сіздерге range дейсіз де, міне осылай print сияқты жақшаға аласыз, ішіне номер жазасыздар. Range деген ағылшын тілінен аударғанда, ол белгілі бір шектік, жаңағы интервал деген сияқты. Мысалы, 0-ден 10-ға дейін деген сияқты. Белгілі бір сандардың арасында шектік. Оны іс жүзінде көрейік. Мысалы, for video дейік. Мысалы, video in range. Мысалы, range дейміз да. Онда осы видеоға қатысты қанша рет қолдану керек. Мынаны алып тастаңыздар қазір. Бізге тіпті тізімде керек емес, иә? Мысалы, range дейміз да. Мысалы, 10 десек. 10 десек, бұл бірден әрқашан санағанда 0-ден бастап санайды range. Біз оны өзгертпегенше. Қазір оны қалай өзгерту керек? Басталатыны 0, бітетіні 9-шы индексқа дейін. Ал 0-ден бастап 9-шы индексқа дейін қанша рет ол? 10 рет, иә? Бұл сәл қазір түсініксіз болып тұрса,
қазір бұны басқа жағдайда қолданып көрсетеміз range'ді. Қазірше осыны жазайық. Мысалы print, мысалы видео ойна деп жазсам, не дейді? Видео ойна 10 рет жазады. Мысалы 3 десем, ол видео ойнаны 3 рет жазады. Яғни мынау 0-ші индекс, 1-ші индекс, 2-ші индекс. Осы 3-ші индексқа дейінгі бүкіл индекстарға байланысты бұл іс-әрекет қолданады. 0, 1, 2, 3. Қазір мысалы басқа мысал келтірейік. Range'ді тағы қандай жағдайда қолдануға болады? Мен мынаны өшірейін де. Мысалы біз application жазсақ, балаларға санап үйрететін, біз былай жазамыз for x, мысалы 10-ға дейін санасын дейік. For x in range, мысалы 5 десек, қазірше 5-ке дейін санап үйретсін. Біз айтамыз print, яғни осы арасындағы бүкіл 0, 1 бүкіл индекстарды айтып шықсын. X десек, мысалы ол 0, 1, 2, 3, 4 дейді. Осы 5-ші индексқа дейінгіні бәрін санап шығарады. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Бірақ жалпы санағанша 5-еу, бірақ 4-пен тоқталады. Ал сізде сұрақ туындаған шығар, мысалы мен балама 0-ден бастап санағанда 0-ден бастап санамасын, 1-ден бастап деп. Оны қалай істейміз десе, сіз былай жазасыз, 1 дейсіз, 1-ден басталады. Үтір қоясыз, қаяқтан аяқталатыны. Мысалы, жаңағы 5-ке дейін санап үйренсе, біз 6 дейміз. Яғни 6-ға дейінгінің 6-ның алдында ол 5-е. Міне жазып көрсетейік, мысалы 1-ден басталады, 6-ға дейін, яғни 5-тен аяқталады. 1, 2, 3 көріп тұр, мұнда нәтижесі 1, 2, 3, 4, 5. Ал сіз балаңызды енді қиындатып, кішкене сіз оған айтсаңыз 1-мен, мысалы 5-ке дейін әрбір екінші санды айтып шық десеңіз, сіз мұнда қандай әрбір нешінші сан керегін мұнда жазасыз. Мысалы екінші десеңіз, Python яғни ол 1, 3, 5. Әрбір үшінші десеңіз, яғни 1, келесі қандай, келесі 4, одан кейінгісі жоқ. Ал мысалы 1-ден 10-ға дейін десек, мысалы осыны қайтадан жүргізсек, ол 1, 4, 7. 1-ге 3-ті қосамыз 4, 4-ке 3-ті қосамыз 7. Мұнда қайтадан естеріңізге салып өтейін. Мұнда не үшін 10-ды шығармады десеңіздер, ол 10-ға дейінгі, яғни 9-дан тоқтау керек. Міне, осы біздің бүгінге сабағымыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.